Барлықтарыңызға сәлем, мен Олжан Нұғыман, киім дизайнері. Бүгін қиындықсыз качели немесе әткеншекті дайын лекала көмегімен топик жейде көйлекке қалай пішу керектігін көрсетемін. Миллиметровкадан алдыңғы артқы бойды калькаға түсіріп аламыз. Бұл видео жазба бәріңізге де пайдалы деп ойлаймын. Егер де сіз өлшеу кезінде артқы енді дұрыс алмай немесе 0,15 сантиметрге кішірейтсеңіз, кеуде еніндегі бүкпе де артық шығады. Яғни бұл жағдайда өлшемдерді дұрыс өлшеп, негізгі сызбаны тексеруді ұсынамын. Егер де омырау тұсындағы бүкпе жиналып немесе дұрыс бұйымда орналаспаса, мен әрдайымда адамға немесе манекенге кигізіп бүкпені қайшымен сөгіп, қолмен жинап, бүкпенің орнын анықтаймын. Әрине, әр адамның кеуде қалпы әртүрлі, соған байланысты бүкпелерді де бір пішіммен алу мүмкін емес. Негізгі алдыңғы бой, артқы бой және ортаңғы қолтық ойындысы болып үшке бөлеміз. Мына негізгі сызбадан миллиметровкадан мен артқы және алдыңғы бойды калькаға түсіріп алдым. Енді бізде мойнынан 5 сантиметр иық тігісінен алуымыз керек. 5 сантиметрді өлшеймін деп артқы мойынның мойын ойынысынан кішкене оямыз. Қанша алсаңыз да сіз өзіңіздің еркіңіз. Мен қазір бұл жерде 5 сантиметр аламын. Сантиметр иық еніне қалдырдым. Міне артқы бойы менде дайын. Алдыңғы бой біз бүкпені шамамен қазір кесеміз. Қолтық ойынысының астында ешқандай қыртыстар болмау керек. Бүкпені алдыңғы бойдың ортасын ауыстырып кесіп аламыз. Бүкпені алдыңғы бойға ауыстырамыз, burada кесіп аламыз. Біз алдыңғы бойдың бүкпесін аштық. Енді бұл жерде төменгі бел тұсынан 12 сантиметр етіп алдым. Қысқа топ жейде болады. Кеуде бүкпені алдыңғы бойдың ортасына ауыстырып, жаңа бүкпелерді скотчпен көмегімен жауып тастаймын. Бұл жерде иық тігісінде менде 7 сантиметр қалу үшін кішкене ғана қолтық ойынысынан алуым керек. Ол үшін мен қазір 7 сантиметр белгілеп алдым. Оны қазір кесіп тастауым керек. Қолтық ойынысына көп алмаймыз. Әйтпесе қолтығымыздан өте қатты ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан мен кішкене ғана қолтық ойынысынан кесіп, осылай етіп қиып алып тастаймын. Мына жерге қараңыз. Мен оны лекаланы столдың шетіне қойып тексеремін. Бұл екі нүктелер бір-біріне кездесулері керек. Егер де кездеспесе, бұйым қиғаш бұралып, қиғаш болады. Әрқашанда тексермей матаға кесуді бастамаңыз. Мына столдың шетінде артқы бой мен алдыңғы бойдың бөлшектерін қарама қарсы қойып, ортасын табыңыз. Енді иық қиындыларын теңестірейік. Міне, иық қиындылары кесіндісі бірдей болып тұр. Артық жерлерін біз қолтық ойынысынан кешіккене алып кесіп тастадық. Қолтық астында біз көп керегі жоқ. Жең мойындысы қалай көрінетін назар аударамыз.
ол алдыңғы бойға қарай қисайған болу керек. Төменгі жағы қиғаш жұмыртқа тәрізді болады. Бұл пішінді көзбен есте сақтап қалыңыздар. Суретші шар, куб, төртбұрышты салғаны сияқты жаттап алу керек. Осы қолтық ойындысы әдемі болып тігіледі. Дайындап алған лекаламызды мата бетіне түсіреміз. Ол үшін жаңағы матаның жиектері бойынша көлденең орналастырамыз. Міндетті түрде матаның шетінен былай есептеп алу қажет. Бәрі үш жақты, бәрі қанша алдыңыз сондай болып бірдей болып шығу керек. Бұл сіздің сол кезде киіміңіз бұралып созылмайды. Артқы бойды да, алдыңғы бойды да мұқият тексеріп аламыз. Енді артқы бойдың тігісіне беріп шығамыз. Артқы бойды тігістеріне ойықсыздықтарынан немесе тігістерге 1 сантиметр беріп, біз артқы бойды кесіп аламыз. Тігіске 1 сантиметр, жан тігісіне 1 сантиметр береміз. Ойық. Және иық сызығына 1 сантиметр беріп, мойынға да 7 миллиметр береміз де матамызды кесіп аламыз. Және де булавкамен бекітеміз. Лекалы қозғалып кетпеу үшін біз жақсылап тұрып матаға лекалымызды бекітіп аламыз бүкпелердің көмегімен. Бұл жаңағы тек қана жаңағы бұл жерде түсінікті болу үшін түсіндіру мақсатында алынғаннан кейін біздер ХБ мата немесе макетный матаны қазір алдық. 1 сантиметр беріп, тігіс енінен кесіп аламыз. Артқы бойымызды кесіп жатырмыз. Матаны өзіңіз қозғалып, матаны қозғауға болмайды. Біз артқы бойды кесіп алдық. Біздің бүкпелеріміз алдыңғы жаққа ауыстырып, нәтижесінде качелялар пайда болады. Біз жай ғана кеуде бүкпесін алдыңғы бойға шығардық. Әрі қарай бізде алдыңғы кесіндінің качелясы қанша болатынын соны анықтап алуымыз керек. Қазіргі уақытта мен шамамен 25 сантиметр етіп аламын. Мен сантиметрлік таспаны иық нүктесіне қойып, алдыңғы бойға дейін 25 сантиметр етіп өлшеп аламын. Барлығы 50 сантиметр качеляға, 25-тен 25, барлығы 50 сантиметр качеляға кететінін анықтап алуымыз керек. Бұл арақашықтықтардың бәрі качеляға кетеді. Егер де сізде 25-тің орнына 35 болса, онда өте төмен салбырап кетеді. Ол кезде бүкпенің жартысы жан сызығына жібереміз. Иық нүктесі ұшы бойынша бізге жаңа качеляға 26 бекіп қалдырамыз. 26 сантиметр, 25 негізі біздер 26 етіп качеляға қалдырамыз. Қалдырғаннан кейін качеляға қалдырған 26 сантиметрімізді бетіп белгілеп сызып аламыз. Сызып аламыз лекалының көмегімен. Бұл бәрі качеляға 26 сантиметр качеляға қалады. Тағы да біз енді
жан жағына тігіс еніне 1 сантиметр, ойынды сызықтарға 7 миллиметр тігіске жібереміз. Мына біздер жаңағы тігіске берген 1 сантиметр және 0,7 сантиметр бойынша біз алдыңғы бойды кесіп аламыз. Біздің алдыңғы бой дайын. Мына артқы бой және алдыңғы бойды кесіп алдық. Енді оның иық тігістерін мен жан тігістерін бір-біріне беттестіріп, міндетті түрде жаңағы біткен жерде насечка қалдыруды ұмытпаңыздар. Мықынға және иыққа насечка қалсын. Енді қазір осыны машинада тігіп, манекенде көрсететін боламын. Иықтың жаңа насечкасы, иықтың басында міндетті түрде қай жерде бітті, сол жерде насечка қалдырыңыз. Иық тігістерін насечка бойынша беттестіріп, булавкамен қадап алдым. Енді соны бір-біріне теңестіріп машинада тігіп аламын. Бұл жерде тек жаңағы түсіндіру мақсатында болғаннан кейін, бұл менде қазір макетный матамен тігіп жатырмын. Жан тігістерінде алдыңғы мен артқы бойды біріктіріп, булавкамен қадап аламыз да, оны машинада тігіп шығамын. Міндетті түрде басында және соңында екпе жасауды ұмытпаңыздар. Бүйір тігістерін беттестіріп, бел сызығында беттестіріп, енді тіге бастадым. 2-3 минутта манекенде көрсететін боламын. Топик жиде 5-10 минутта дайын болды. Ешқандай қиындықсыз. Тек қана бүкпе ерітіндісін алға жібердік. Егер де сіз иық тігісінен қолтық ойындысына дейін көп кеспесеңіз, сіз жерсе матасынан ұзын жеңгі көйлек немесе жазғы көйлек жейде жеңімен тігіп алуыңызға болады. Бірақ та ешқашан тұтас пішірілген жеңмен качели үлгісіндегі киімдерді тікпеңіз. Маған өте жақсы пікір қалдырғандарыңызға рахмет. Егер видео ұнап жатса, осы бейне жазбаларды достарыңызбен бөлісіңіз. Мен өте қуанышты боламын. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.